Екі қаз бен бақа. Ерте заманда екі қаз су таба алмай жүріп, ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар екен. Екі қазды қарқылдап, жолатпай, көлшігін қызғанып, екі қазға су ішкізбейді. Екі қаз жалынады. Жалынса да бақа: "Бұл қазғана көлшік құрып таусылады. Сіздер ұшып кетесіздер. Мен бейшара, қанат, құйрығым жоқ. Қайда барамын?" дейді. Қаздар айтады: "Егер де осы көлшік құрыса, сізді біз алып ұшып, бір жақсы көлге жеткізелік", дейді. Бақа қабылдап, үшеуі шарттасып, бір жүре береді. Күндерде бір күні аз ғана көл суалып, қалған суы сасып кетеді. Екі қаз уәде бойынша бақаға: "Кетелік, бір жақсы суға жетелік", дейді. Мұны бақа мақұлдайды. Бір құлаштай ұзын ағашты алып келіп, бақаға дәл ортасынан тістетіп: "Аузыңды ашпай, жағыңды қарыстырып тұра бер", дейді. Екі қаз ағаштың екі шетінен аяғымен мықтап ұстап, бақаны аспанға алып ұшады. Бақа көктің үстіне шыққанға көтеріліп, көңілі өсіп, жердегі бақалардан өзін жоғары дәрежедемін деп масаттанады. Сөйтіп аспанда бара жатып, бір үлкен шаһардың үстінен келгенде, шаһар халқы көкке қарап, қайран қалады. "Бұл не зат?" деп. Біреулер "Қасиетті бақа" дейді, біреулер "Бақ емес, басқа зат" дейді. Жұрттың айтқанын естіген соң бақа мақтанып: "Атымды айтпай, білдірмей кеткенім болмас", деп таңғалып тұрған елге "Мен бақамын" деп аузын ашқанда ағаштан босап кетеді. Бақа сол кезде жерге қарай құлдилап, шыр айналып, сүзе соғып, далбалаңдап келіп, ат базардың ортасына тарс етіп түскенде, жарыстырып базарға салып жүрген аттар бақаның белін басып өлтіріп кетеді. Екі қаз "Ақмаққа жақсылық етіп болмас", деп өз бетімен ұшып кете береді. Міне, бар бір азаматтар бақаға ұқсас менмендік пікір алады. Өзінен басқаны пәс тұтады. Ол асылық, ол адамды надандыққа ұшыратады. Түбінде бақа ұқсап, дұшпанның аяғының астына түседі. Бұл туралы Абай айтты деген бір сөз дәлеледі. Жамандар істемейді әділ еңбек, ұрлық, қулық қылғанға қағар күлмек. Арамдықтан жамандық таппай қалмас, мың күн тұрса бір күні сынар шөлмек.